сұрап алайық, иә? Үй тапсырмасына мен не берген едім? Өткен сабақта біз жастық жасау, диванға кішігірім жастықтар жасау. Оның арасында біз үйге тапсырманы себет жасауға бердім, иә? Үй тапсырмасын кім айтады? Мен себетті жасадым. Мен бұл себетті жасаудың себебі ішіне қазір көктем мезгілі келді. Көктем мезгілінде түрлі түсті гүлдер өседі. Мен ол гүлдерді осы себетке саламын. Ал бұл себетті қалай жасауға келсек, мен бұл себетті түрлі түсті қағаздармен кішкене бүріп жасадым. Жарайсың, өте жақсы. Тағы да айта қой. Мен нағыз құмырамен жасадым. Оның сыртын тоқыма жіптермен, гүлдермен сәндедім. Тамаша, өте жақсы. Тағы да кім айтады? Фетадан жасадым. Сәндеріне бантиктермен істедім. Нәрге гүлдер қойдым. Моншақтармен безендірдім. Жарайсың, өте жақсы. Тамаша. Деген бұдан мен істелі бақылашқыменен фетадан істелі бана менің бақылашқының несіне Фетр материалды және былғары заттармен де баклажканы қолдандым. Өте жақсы, керемет. Ал Іңкәр үй тапсырмасы орындадық па? Айтады. Мен оны қаймақтың астына жасадым. Бұған тоқыма жіптер істерінде бантик жабыстырып қойдым. Тамаша, өте жақсы. Фетрлермен жасадым. Және оның сыртынан моншақтар жабыстырдым. Және гүл өскен істедім. Оның ішіне гүл саласың, иә? Жарайсың, тамаша. Салтанат. Бұл тоқыма жіптен істедім. Және де бетіне Петр матаға жабыстырдым. Гүл болып. Және де ішінде кардон. Кардонның сыртынан тоқыма жіптерді істеп, сумен әдемі. Жарайсың, тамаша. Өте жақсы. Ал енді бұл оқушыларды мен смайликтермен бағалаймын. Және де тағы да мен осы үй тапсырмасына тағы не бердім мен? Дизайн және технологияның алынған бөлімдерден сұрақтар берген болатын. Сол сұрақтарға дайынбыз ба? Кім айтады? Мына жерде ахуал дегеніміз не екен? Не деп айтады екен ахуал дегеніміз? Ахуал. Кемшілік біліну. Иә, кемшілік біліну. Кейінгісі. Іс-әрекеттің сыпайы орындалуы. Іс-әрекеттің сыпайы орындалуы. Және тағыларға қарай кім айтады? Қандай да бір жіктеме, қандай да бір зат бұйымдары тағы басқа ұқсастық айырмашылығына қарай түрлерге бөліну. Ары қарай. Күңгірт. Жылтыры жоқ, күмісті. Жылтыры жоқ, күмісті. Құрақ қиық. Мата кестілері қиындылар. Макет. Өз өлшемінде немесе қажетті масштабта түрлі материалдар бұйымының макеттерді жасау. Жарайсың. Макеттер деген ше. Өз өлшемінде немесе қажетті масштаба түрлері материалдық бұйымның макеттерін жасау. Иә. Маусымдық деген. Ең соңғасына қарашқан. Көктемді күзде күйге арналған киім. Жарайсың. Мозаика дегенбіз. Айтады. Матаның жіптерімен суларын желдіріп Шым дегенбіз. Сыда немесе челеу негізінде қағазда қойылған киім бөлшектері. Россия. Көктем туылған сәулет туылының барлық бөлігінің бір-біріне үйлесімді болып тұруы. Бітті ма сонымен үй тапсырмасы? Өте жақсы, керемет. Үй тапсырмасын жақсы орындап келіпсіздер. Ал енді біз жаңа сабақты бастамас бұрын тақтаға қарайық. Тақтада не көріп тұрсыздар? Не мына жерде көріп тұрғандарыңыз? Безендіру. Ережесін сақтап, бүгінгі сабақтың тақырыбы сәндеу, безендіру. Өткен сабақта біз жастық жасадық. Сол жастықты енді біз осы сабақта сәндеп безендіреміз. Сәндеп безендірмес бұрын біз тақтаға қарап тақтадағы сәндеу безендіру жұмыстарын көрдік. Енді ары қарай материалдар мен құрал жабдықтарды қауіпсіздік техниканы сақтай отырып,
сол жұмысты жасаймыз. Қауіпсіздік техника дегеніміз не ол? Айтып өтейікші қауіпсіз техника туралы. Қалай жасаймыз жұмысты? Шашты орамалдың ішіне жинап қою керек. Және тағы. Орындыққа арқаны қызу ұстап отыру керек. Бұйымды көзден 30-40 см ара қашықтықта болуы керек. Инені ауызға салуға бұйымдағы киімге қадалу керек. Оны ине шаншысқа шаншып қою керек, ары қарай. Инені арнайы жерге қою керек. Қайшына жұмыс жасап болған соң өз лезвісіне салу керек. Айта бер. Болды ма? Ал енді біз жұмыста екі қолды да пайдалану керек. Жұмыста екі қолды да пайдалану керек, Енді мына жерде кішкене актыны қолданып дейді, мына жерде видеоролик көреміз, Қарап өтейік шыққан видеоға. Отыздан не түсіндік көрген видеода? Не істеген екен? Кім айтады? Квилт техникасы дегеніміз не? Бұйымды безендіру, жасаған бұйымымызды не істейміз? Безендіреміз. Өткен сабақтағы жасаған бұйымды безендіру. Жұмысымызды бастамас бұрын біз топқа бөлініп алайық, келіңіздер. Математикалық пәнаралық байланыстырып, геометриялық фигуралармен бөлінеміз, сабақта. Кім қандай түсті алды? Қызыл түсте, қызыл галстук тағамыз. Сары түс. Енді топқа бөлініп отырамыз. Топқа бөлініп отырамыз. Ал енді біз жұмысымызды бастаймыз. Қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, жұмысымызды бастаймыз. Екі оқушыдан бір жастықты алып, безендіреміз. Қалай басылайды?
Biz mына шетіне бесерлермен әдемі оюларды жабыстырамыз. Бесерлермен ою өрнекті жабыстырамыз. Ою өрнекті жабыстырамыз. Бұл қандай жастық? Диванға арналған құрақ жастық. Құрақ емес, ою. Мынау қандай ою? Қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз. Өте жақсы, керемет. Ал сендер кіші? Біз бұлардың сыртына оюларды жабыстырамыз сыртына. Оюлар. Бұл қандай құрақ? Бұл арақ. Бал арағының ұясы. Диванға арналған құрақ. Ал мына топта ше? Біз оған бесерлер және де ою өрнектер жабыстырамыз. Сегіз жапырақ. Сегіз жапырақ. Ал мынау ше? Қандай құрақ? Шахмат. Шахмат құрағы. Осыған енді біз немен безендіреміз? Қазақтың ұлттық ою өрнектеріменен және де оған нелерді қолданады екенбіз? Не керек болады осыларды безендірушімізге? Не керек болады? Айтыңдаршы, немен безендіреміз? Бесермен және де тағы айтамыз. Фетр материалдармен, моншақтарменен қазақтың ұлттық ою өрнектерін қырқып жабыстырамыз. Олай безендіреміз, я? Қауіпсіздік ережесін сақтай отырып. Әдемілеп түсін келтіру үшін біз қандай жіптен істейміз? Қызылға қызыл жіпті қолданамыз. Сары түске сары жіпті қолданамыз. Тоқыма бұйымдарды безендірсек болады. Екі оқушы тағы бір жастықты енені мына жерден алып бесерхан бесеріміз. Моншақтарымыз қайда? Ережесін сақтап, бір-бірімізге жақындамаймыз. Қанша сантиметр қашықтықта отырады екен жұмыс жасаған кезде? 30-40 сантиметрге ара қашықтықта жұмыс жасайды екенбіз, иә? Жақын алса, қолымызда кетуі мүмкін. Кел, Нұрима, дейтін мама. Өте жақсы, Нұриманың түрі әдемі шықты, тамаша. Өте керемет. Ал біз мақал материал айтаршы еңбек туралы жұмыс жасап отырып. Еңбек етсеңдер, еңбек қояды, Тағы да кім айтады? Қандай мақал материал? Еңбек туралы, көктем туралы айтаршы. Еңбек етсең, еңбектің маңы тәтті, жаны тәтті,
жасай білеміз? Айтыңдаршы қане. Еңбек түбі береке. Еңбек түбі береке. Адамды биік шыңға жеткізетін еңбек. Жарайсың. Жарайсың. Жарайсың, тамаша. Тағы да қалай? Қандай білеміз? Көктем туралы айтайықшы. Мен айтсам боламын, еңбек деген байлық бар, ерінбеген жететін жоқшылық деген жерлерде жеткізген екен. Тамаша, өте жақсы, керемет. Жұмысымыз жақындатайын дедік па, балалар? Иә. Жұмысымыз жақындайын деді ма? Өте жақсы, керемет. Жұмысымызды аяқтап, осы жасаған бұйымдарымызды қорғаймыз, иә? Әрқайсымыз топ болып, жеке жұмысымызды қорғап, қалай жасадық, қандай қиындықтар туындады, не үйрендік, не білдік. Ең бірінші тігін машинасын сынған кім екен? Кім айтады? Ең бірінші тігін машинасын сынған Жанар Гүлден. Жұмысымыз бітті ма? Қан жұмысымызды қорғай шыған. Жақындатайын деп сауықшылар жұмысты? Жұмысымызды жасап болдық па? Кішкене алдық. Енді біз жасаған жұмысымызды қорғаймыз, иә? Біз маған жұмысымыз жасаған кезде заманауи қол жасауға да кірістік. Себебі біз мына жағын сары жіппен, ал мына жағын ақ жіппен тоғыздық. Үстіне бесерлермен безендірдік. Бізде тек қана бұрынғы замандағы емес, біз қазіргі заманда да өмір сүріп жатқанымызда білдіргіміз келді. Біз бұған бесерлерді және де фетр қағаздарды қолдандық. Өте жақсы, тамаша. Керемет. Ал Biz bunu listelerinin, çıtraklarının ve onun toxuma jiplerinin faydalandı. Ya. Және де мынау қандай ою деп аталады екен, мына оюымыз? Қошқар. Қошқар мүйіз. Тағы қандай мүйіз білеміз? Қандай ою білеміз? Айтыңдаршы. Қос мүйіз, жапырақ, айыр, тағы да. Өте жақсы, керемет. Бұл топтың жұмысы өте жақсы шықты. Жарайсыңдар. Ал екінші топ. Біз енді жасадық, бесер болсақ, жасадық. Иә. Не мынау? Не зат екен? Лента. Лента орналды. Лентаменен гүл жасадық. Моншақ, тағы да бисер, тағы не болып қолдандық? Жіп, ине, лента, қайшы, метрмен өлшеп алды. Әрбір гүлді ыстық кілеге жабыстырып қолдандық, жабыстырып жасадық. Тамаша, өте жақсы. Сантиметрмен барлығын өлшеп алдық. Дұрыс па? Ал салтанат айтады. Biz bu жастықты диванға қоямыз және де жан-жағын безендірдік. Және де беттеріне моншақтар жабыстырдық. Фетр мата, жіптер. Және де қауіпсіздік ережелерін ұстанып,
қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, осы жұмысымызды жасап аяқтадық. Өте жақсы, керемет балалар. Ал енді біз сурет дегенді не деп айтады екен? Ағылшынша, қазақша, орысша айтып өтші. Әдемілеу. Иә. Мәдениет деген қазақша, ағылшынша, орысша кітапта да бар. Кітап бойынша сол кітапта қауіпсіздік ережесін жазып және жаттап келеміз. Енді рефлексия. Осы сабақ қалай өтті, не үйрендік? Өте қызық па, қалай болды? Мен көп нәрсе үйрендім. Немесе мен үйренбедім, түсінбедім. Маған мынандай жері қиын болды. Иә, атымызды жазып, белгі қойып шығамыз, иә? Қалай болып жүрміз? Өте жақсы ма? Мен көп жаңа нәрсе білдім. Мен көп нәрсе үйрендім. Бұның маған пайдасы бар. Пайдасы бар ма? Жоқ па? Оны жазасын, иә, белгі қоямыз. Жерге өзінің атыңды жазасын. Мен бәрін орындап үлгердім. Иә, мына жерге аты жөніңді жазасың. Өте жақсы, керемет, тамаша. Ағылшынша, қазақша, орысшасы бар, иә, бізде үш тілдік. Сол бойынша сабақ дәптеріңізге жазып, жаттап келеміз. Келесі сабақта сұраймын.